Гүлдер сыры 47 бөлімі. Зейнеп пен Серғат сөйлесіп тұрған кезде Кадер келіп, Зейнеп әпке, жүрегім айнып тұр, мазам қашып тұр деді. Сол кезде Серғат мырза Кадердің басын ұстап, ыстығы бар деді. Мұстафа үйіне келіп, Эбру ағасына қош келдің деді. Азыраға бір жемпіріңді берші, аурухана суық тоңып қалады деді. Немене қалжыңдап тұрсың ба деді Эбру. Қалжыңдап тұрғаным жоқ, шын айтам деді. Бір кезде Мұстафа Эбрудан, Эбру, сен Жиханмен байланысың бар ма? Жиханнан аулақ жүр деді. Сол кезде екеуі дауласып жатқанда аналары Ревика кіріп, не болып жатыр деп айқайлады. Эркан Берақтың үйінің алдына келіп, Түлай жұмыстан шығып жатқан кезде, Түлай, мына Азыраның киімдерін Бераққа сатсақ қайтеді деді. Міне, мыналардың бәрі өте әдемі, Бераққа жарасатын сияқты деді. Бірақ оны естіген Түлай қатты ашуланып, Берақ біреудің киімін кимейді деді. Ал Илкем болса анасына Хаялдың Зейнептің туған күнде тортта қалай жеп жатқан бейнесін, яғни видеосын көрсетті. Оны көрген Берақ ашуланып, ол Зейнептің ықпалымен жүр. Ол солай жүре берсін. Ол өте әлсіз деді. Қызым, сен ең мықтысың. Сен жүзуге қайта барасың. Енді сәлде болса есіңді жинаған боларсың, қызым. Мен саған сенемін. Сен мықтысың деді. Ал Зейнеп болса әлі де Кадерді уайымдап, ауруханаға апарайық деді. Бірақ Серғат оны ауруханаға апармайтынын, және де оны салқын душқа түсіріп шомылдырды. Сөйтті де оның ыстығы түсе бастады. Зейнеп пен Серғат Кадердің қасына түнде жатты. Ал Берақ болса Түлайға тұқымды, яғни жұмыртқаны қайнат деді, қуыруға болмайды деді. Берақ қызы Хаялға хабарласып, кешегі туған күн қандай болды? Әкең Зейнепке қандай сыйлық жасады деді. Соның барлығын Түлай сырттай асханада тыңдап тұрды. Қонақ үйді жаздырып берген болар, әкең деді. Жоқ анашым, оған жай ғана қарапайым сыйлық сыйлады деді. Әкең мен Зейнеп бір бөлмеде түнеп жүрген болар деді. Жоқ апа, олар бөлек жатады деді. Бірақ сенбей әкесін іздеп шықты. Бірақ әкесі басқа бөлмеден шықты. Ал Ревиканың үйіне пәтерінің ақшасын сұрауға үй егесі келді. Ақшаның жоқ екенін, сәл күте тұруын айтты. Бірақ сол кезде Эбру өз ақшасынан беріп шығарып салды. Бірақ анасы оған сенің арам ақшаң керек емес деп ашуланды. Азыра мен Мұстафа ауруханадан келе жатты. Яғни Азыраның анасына ота жасалып, қазір жансақтау бөлімде екен. Енді ол ақшаны қалай табарларын білмеді. Бірақ Мұстафа бір ретін табам деді. Сөйтіп көшеде Эрканның Азыраның киімдерін сатып жатқанын көріп, бұл менің киімдерім ғой деп Азыра ашуланды. Мұстафа да ашуланып, бірақ қоя сал деді. Эркан болса, Азыра ханым, сізге акция жасап берем ғой деп қытығына тиді. Ревика Кадерге қарауға Зейнептің үйіне келді. Апа, Кадерді қатты қымтамашы деді. Қызым, мен 3 бала өсіргем деді. Осы кезде Эбруді сұрады Зейнеп. Ол бір сыныптасының үйіне кеткен деді. Ал Эбру болса Жихан жалдап берген пәтерге өзінің кофейнасын әкеліп Жиханға хабарласты. Жихан, мен өз үйіміздеміз. Азыра біздің үйде тұрып жатыр. Сен ажырасу құжаттарын тездет деді. Жарайды жаным, мен құжаттарды реттедім деді. Жақын арада ажырасамыз деді. Ал Серғат болса Берақтың үйіне келді. Сен мені сотқа бергенсің бе деді. Я, сен мені әзілдеді деп ойлайсың ба? Мен сені сотқа берем. Қалайда маған қонақ үйден үлесіңді бересің деді. Сол кезде Серғатқа Зейнеп хабарласып, бүгін жалақымды алдым Серғат мырза. Балық қосылған нан әперейін, уәдемде тұрайын деді. Жарайды Зейнеп, қазір сабақтан кейін жолығамыз деді. Ал Хаял болса Илкемге, мен кеше бір жігітпен кездестім, және бүгінде сол жігітпен кездесем деді. Немене, сен ғашық болып қалғансың ба деді Илкем. Жоқ, ешкімге айтушы болма, жай ғана қонақ үйде көріп қалдым деді. Сол кезде Хаял, Илкем, үйге қайтшы, сен мен қанша ұрыссам да сені сағынып жүрмін, өтінем үйге қайтшы деді. Жоқ, мен анамның қасында бақыттымын деді.
Азыраға Жихан хабарласты. Бұл неге хабарласып жатыр дегендей телефонды қорқа алды. Не болды деді Азыра. Ажырасу құжаттарын дайындап қойдым. Қол қоюың керек. Үйге кел. Мен үйдемін. Менің денсаулығым жарамайды деді. Жарайды, қазір барам деді. Ал Зейнеп Хаялдың алдынан шығып Елкимді сұрады. Елким жүзуге кеткенін айтты. Өз еркімен кеткен болса жақсы ғой деді Зейнеп. Иә, өз еркімен кеткен болса жақсы ғой деді Хаялда. Елким жүзуде жүріп анасының қауызда қалай құлағанын есіне түсіре берді. Сөйтті де шошына түсті. Ал жаттықтырушы Елким, сен өте керемет жүздің деді. Жарайды деді. Бірақ Елкимнің мазасы қаша бастады. Жаттықтырушы да қорқып кетті. Ал Серхат болса әлі де бірақ ашулы. Жан оған, бауырым, бүгін саған не болды? Тағы да қатты ашулысың ғой деді. Аға, бірақ қонақ үйді үлес алушы мені сотқа беріпті деді. Зейнеп туралы ойландың ба деді. Я, ойландым аға. Егер де мен Зейнепті ренжітпейтін болғанда, бақыт ете алғанда басқаша болар ма еді деді. Азыра Жиханның үйіне келді. Азыра Жиханның үйіне кіргеннен бастап Жиханның оған жасаған озбырлықтарын ойлай бастады. Жасаған қиянаттарын, өзіне салатына, сүйікті салатына жер жаңғақ қосқанын ойлады. Тағы да бірдеңе ұйымдастырар ма екен деп қатты қорқып үйге кірді. Ал Жихан болса оған, менімен ажырассаң ешқандай да мүлік, менен ешқандай ақша да дүниеде ала алмайсың деді. Азыра болса жарайды, сенен арам ақшаларың керек емес деді. Осы кезде Азыра кетіп жатқан кезде анаңның денсаулығы қалай? Анаңа ота жасауға ақшаны Мұстафа Тибеттен алды деді. Не? Сен білмедің ба деді. Жоқ, мен білмедім деді. Енді Тибеттен оны аямайды, ақшаны алатын кезде деді. Одан да Азыра, үйге қайтып кел, ол ақшаны мен төлеймін деді. Жоқ, рахмет, бірдеңе құтылармын деді. Бірақ Жихан, мен Мұстафаны аямайын деді. Серхат Зейнепті мектебіне келді. Ол Левент мырзаны көргенде, Левент деген осы кісі ма деді. Я, Серхат мырза, не болды деді. Жай ештеңе, жүр кеттік тамақтанайық деді. Теңіз жағалауында екеуі балық қосылған нан жеп жатты. Ал Зейнеп болса, кім ойлаған, сізді осындай жерде тамақтанады деп деді. Ал Серхат болса, Зейнепке махаббат көздермен қарап, ғашық көздермен қарап отыр. Берақтың үйіне Азыра келді. Азыраны кіргізді де, анаң қалай деді. Түләй барлығында сырттай бақылап тұрды. Ал Азыра болса қатты ашуланып, сен неге Мұстафаны өсім қорына жібересің деді. Мен саған жаным ашыды. Сен оны қалай білмей қалдың? Мұстафа соншама ақшаны қайдан табады деп ойладың деді. Досымнан алдым деген соң сендім деді. Сен өте нашар адамсың, бірақ деп кетіп қалды. Сен де деді. Ал осы кезде көлікте Серхат екеуі Зейнеп пен Серхат келе жатқанда Неджип мырза хабарласып, Серхат мырза, Левент мырза туралы барлығын білдім деді. Жарайды, керек емес деп өшірді. Ал Зейнеп болса Серхатқа, Серхат мырза, бұны қалай түсінеміз? Сіз Левент мырзаны сонда адамдарыңыз салып тексерттіңіз бе деді. Төләй Азыраның артынан шығып, сен күйеуіңнен ажырассаң бір тиын да ақша алмайын дейсің ба? Сен сонда менің қарызымды қалай бересің? Айтпесе Эбруды Жиханға жабыстырғаныңды, оған қарап итергеніңді барлығында жайып салам деді. Мені үндемейді екен, жай сөйледі екен деп басынам деп ойлама. Мен сені аямаймын, Азыра деді. Ертеңге дейін ақшаны қайтарып беретін бол. Жақсы, сау бол деп Төләй кетіп қалды. Ал Зейнеп қатты ашуланды. Серхат мырза, сіз мені берақ деп ойламаңыз. Мені онымен ешқашан салыстырушы болмаңыз. Мені ешқашан артымнан адам салуға да болмайды. Мен сіз ойлағандай адам емес.